Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Суретке қарайық. Сабақтың тақырыбы қандай болады деп ойлайсыздар? Как вы думаете, как называется наш сегодняшний урок? Жақсы, аквапарк, демалыс. Бізде бүгін жаңа тарау саяхат деп аталады. У нас сегодня новый раздел, называется путешествие, саяхат. Сабақтың тақырыбы менің демалыс күнім. Тема нашего урока называется «Мой выходной день». Менен кейін қайталап, повторяй за мной. Мен аквапаркке барамын. Я пойду в аквапарк. Сен аквапаркке барасың ба? Ты пойдешь в аквапарк. Кіммен барасың? С кем пойдешь? Отбасыммен, со своей семьей. Анаммен, с мамой. Досыммен, со своим другом. Өте жақсы. Енді бүгінгі жаңа сөздер, новые слова. Повторяй за мной, қайтала. Кіммен, с кем? Маймыл, обезьяна. Бұғы, олень. Қолтырауын, крокодил. Керік, жираф. Піл, слон. Арыстан, лев. Шомылу, купаться. Жаңа сөздерді тағы бір рет қайталайық. Кіммен? Маймыл. Бұғы. Қолтырауын. Керік. Піл. Арыстан. Шомылу. Жақсы, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жаз. Бірінші, тыңда, оқы және қайтала. Прочитай текст. Ертең жексенбі. Мен отбасыммен аквапаркке барамын. Онда суда шомыламын. Саша досымен хайуанаттар бағына барады. Хайуанаттар бағында маймыл, бұғы, қолтырауын, керік, піл, арыстан бар. Мәтінді оқы, прочитай текст и ответь на вопросы. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Сен отбасыңмен қайда бардың? Екінші сұрақ. Хайуанаттар бағында не бар? Жақсы. Сұрақтарға жауап беріп, WhatsApp желісі бойынша дыбысты хабарламамен жібер. Келесі тапсырма, суреттің орнына қажетті сөзді жаз. Қажетті сөздер: атаммен, анаммен, әкеммен, әжеммен. Мысалы, например, первое. Мен анаммен аквапаркке барамын. Дәл осылай қалған үш сөйлемді жаз. Это письменное задание, жазылым тапсырмасы. Сонымен, балалар, бүгінгі сабақты қорытындылаймыз. Сегодня мы проходили новые слова, жаңа сөздер өттік, мәтінді оқыдық, прочитали текст, ответили на вопросы, сұрақтарға жауап бердік, және жазылым тапсырмасын орындаймыз, письменное задание. Сабақ аяқталды, балалар, сау болыңыздар.